Ұят сезімі әртүрлі салада пайда болуы мүмкін. Қалай ұялмайсың? Маған барлығы қарап тұр. Өнерпаз емеспін. Ұят осы қорқыныш. Психикада жылдар бойы жиналады. Маған қателік жасауға рұқсат берді. Сезіміңізбен қалай күресесіз? Топтық терапияға қосылуға болады. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді өз каналымнан көргеніме ризамын. Бүгін ұят сезімі жайында әңгіме қозғағым келіп тұр. Ұят сезімінің арқасында біз өзімізді кішкентай, ебедейсіз, түкке тұрмайтын адам ретінде сезінеміз. Менің ойымша, ұят сезіміне қатысты иммунитет түзу өте маңызды. Ал бұл дегеніміз ұятты тани білу, және бұл сезімді дұрыс сезіне білу. Тек осы жағдайда біз өзіміздің сенімділігіміз бен маңыздылығымызды сақтай отырып өзіміз болып қала аламыз. Ұят сезімі әртүрлі салада пайда болуы мүмкін. Және әркез ол адамның өзін-өзі сезінуі бұғаттауы мүмкін. Мен өзімдегі ұялу сезімін талқылағым келіп отыр. Яғни мен жаңа бірдеңе бастар кезде, мысалы, камера алдында сөйлеу, публикация жасау, көпшілік алдында сөйлеу, әсіресе танымайтын адамдардың алдында сөйлеу кезінде пайда болатын ұялу сезімі жайында. Осының барлығы менде, маған барлығы қарап тұр. Мен барлығының алдында осал болып тұрмын деген үлкен бір ыңғайсыздық тудыратын. Менде адамдар не ойлайды мен туралы деген ойлар пайда болатын. Мүмкін сіздер де жеткілікті түрде сұлу емеспін, сұңғақ емеспін, талантты, бақытты, ақылды, жемісті, күшті, атақты, өнерпаз емеспін деп ойлауыңыз да мүмкін. Осы сезімдер пайда болған соң оларды жеңе алмаған кезде бір жеңіл жолын іздегіміз келеді. Ол жол желіктіруі мүмкін сізді, бірақ ол нәтижесіз, пайдасыз жол болуы мүмкін. Юнг ізбасарлары ұят сезімін жанның ми батпағы деп айтады. Және негізгі мақсат ми батпаққа түсу емес, бірақ соны көру керек. Сондай-ақ сол ми батпақта өмір сүріп бөгелеп қалмау қажет. Алдыңыздан осындай ми батпақ кезіккен кезде еш амал қолданбай тұрып қалуы өте жаман. Сол себепті ми батпақты кешіп өткеніңіз жөн. Біздің ішіміздегі ұят сезімі келесідегідей ойлар тудыру мүмкін. Құдай сақтасын, біреу біліп қоймасын. Не себепті мен әлемге менің ойларым, идеяларым, шығармашылығым керек деп кімсінесе қалдым. Немесе жақындары маңыздырақ деп өзіме қарамауы мүмкін. Осының барлығы сыншыл ата-ананың сөздері. Біріншіден, біздің барлығымызда ұялған кез болады. Біз бұл фактіні қабылдауымыз керек. Ұят адам сезінген ең әмбебап және қарапайым эмоциялардың бірі. Ұят сезімі жоқ адамдар көбіне жанашырлық таныта алмайтын және жақын ара қатынасқа түсе алмайтын адамдар. Екіншісі, біздің барлығымыз ұят жайында айтуға қорқамыз. Үшіншісі, неғұрлым ұят жайында аз айтсақ, соғұрлым ол біздің өмірімізді басқарады. Негізінен ұят сезімі бетімді қайтарама деген қорқыныш, төзгісіз ауыртпашылық әкелетін сезім, мінсіз болмағанымызға сеніп, беделді адамдардың махаббаты мен ортасына лайық емеспін деген ойымдар. Біз адамдар біздің шынайы дүниемізді көрсе, ұнатпай қалама деп қорқамыз. Ұят осы қорқыныш. Негізінен біз өзіміздің болмысымызды қабылдамасақ, әртүрлі адамдар мен әртүрлі салаларда ұялып жүре береміз. Мен терапия арқасында біз өзіміздің көлеңке жағымызды көре аламыз дегенге сенемін. Көлеңке жағымыз деген адамның өзінің қабылдамайтын негативті қасиеттерінің жиынтығы. Бұл санасыз бұғатталған, итеріліп, шығарылып тастаған елемейтін бөлік. Өкінішке орай бұл адамның қалаулары, қажеттіліктері, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау моделі арқылы адамның жүріс-тұрысын басқарады. Ал егерде біздің ішімізде жұмыс жасалынбаған көп ұят сезімі болса, өңделмеген ұятты айтып тұрмын қазір, бізді жеңіл манипуляциялауға болады. Біздің барлығымызда ұят сезімі бар. Осы жерде айта кететін жақсы жаңалық, ол біз ұятқа қарсы келе алатын түрлі стратегияларды ойлап табуымыз.
Бұл жерде айтпағым, ұят сезімін танитын қасиетті өз өзіңе сенімді болып қалып, оны жеңуге және біртіндеп осының арқасында біз өзімізге мінсіз болмауға рұқсат береміз. Өзімізге жанашырлық танытып, батыл бола бастаймыз. Ұят сезімі егер құпиялық сөгіс айту болса, бақылаудан шығып кетуі мүмкін. Мысалы, егер сізде бір ұятты жағдай болып қалса, және сіз бұны құпия сақтасаңыз, онда ұят сезімі сізді жаулап ішіңізде өсе береді. Сізді іштей жей бастайды. Бұдан арылу үшін уайымдарыңызбен бөлісу қажет. Қазіргі кезде менде 2 топтық терапия бар. Менің ойымша бұл ұялу сезімін дұрыс қабылдау үшін керемет орта. Біріншіден, менің ойымша, танымайтын адамдардың алдында қорқыныш сезімі пайда болатын адам үшін жаңа топқа келу осы сезімдерді дұрыс қабылдау үшін алдыға жасаған бір қадам. Екінші жайт, қатысу үшін және оның уайымдары туралы айта бастаған кезде осы дәл ұзақ уақыт бойы іштей жеп келген ұялу сезіммен бөлісу өте керемет орта. Сол себепті осы сәтті пайдаланып, сіздерді қатысушы ретінде өз тобыма шақырамын. Сіз маған жекеме жазсаңыз болады, мен толық ақпаратты жіберемін. Кей кездері адамдар ұялу сезімін кінәлі болу сезімімен шатастырады. Ұялу сезімі мен кінәлі сезіну арасында үлкен айырмашылық бар. Өзін кінәлі сезіну дегеніміз мен қаншалықты жаман нәрсе жасадым деген сөз. Ал ұялу мен жаманмын деген айып тағу. Тағы бір назар аудара кететін жайт, өзін кінәлі сезіну де пайдалы немесе пайдасыз болуы мүмкін. Пайдасызға мысал келтірсек, ол бір адамның басқа адам өлгені үшін өзін кінәлау. Немесе қарым-қатынас жалғасын таппағаны үшін өзін кінәлау. Не себепті бұлай деймін десеңіздер, себебі 2 адам бар жерде жауапкершілік 50-50 болып бөлінеді. Яғни біреу 100% кінәлі және сол себепті қарым-қатынас жалғасын таппады деген болу мүмкін емес. Бұл салауатты кінә емес. Менің көз қарасым бойынша салауатты кінә ол шарттың бұзылуы. Мысалы, көзге шөп салу болған жағдайда, немесе біреуді ұрып жіберсе, осыны жасаған адам өзін кінәлі сезінбесе, ол адам жақсы қарым-қатынасқа дәмеленбесе де болады. Ертелі кешпе әртүрлі жазалар болады. Яғни көпшілік алдында бір затты дұрыс жасамаған адам кешірім сұрау арқылы кінәдан арылуы мүмкін. Шындағанда шынайы кешірімді біз адамдар осы сезімді білдіре алғанда көреміз. Яғни ол көздерінен, денесі арқылы, ымдарынан, барлық жағынан көрсетіп тұрады. Ұялу сезімі бұл белгі сияқты. Дүкендерде жабыстырып баға жазылған қағаздай, ішімізде сақтап жүрген таңба, баға. Яғни кінә сезімі дегеніміз мен дұрыс жасамадым, ал ұят болса мен жаманмын деген айып тағу. Осы арқылы біз 2 сезімнің де күшті сезімдер екенін түсіне аламыз. Кінә сезімі ұялуға қарағанда конструктивті, ал ұят сезімі біз үшін жойқын. Ұялу сезімі өмірге кері әсерін тигізеді, адамдар өздерін әлемнен ажыратылған және махаббатқа лайық емеспін деп сезінеді. Транзактілі анализ бойынша ұялу дегеніміз ол зорлық, зомбылық, агрессия, депрессия және зиянды әдеттермен байланысты. Ал егер де сіз өз балаңызды ұялту арқылы манипуляция жасайтын болсаңыз, бала өзін махаббатқа лайық емес деп қабылдайды. Келесідегідей сөздерді біз жиі естиміз. Шалшықпен жүруге қалай ұялмайсың? Мұндай көйлекпен баруға қалай дәтің барды? Басқалар не айтады? Ата-анасы қайда қарап отыр? Біз осылай сені тәрбиеледік пе деген сияқты әрбір сөз тіркестен ұят сөздерін естуге болады. Ол психикада жылдар бойы жиналады. Бәлкім қаншама жылдар бойы сізде ұят сезімін кешудің стратегиясы қалыптасып қалуы мүмкін. Біріншіден, ұялу сезімі пайда болған кезде сіз қандай боласыз?
соны бақылап көру өте маңызды. Екіншіден, қалай қорғанасыз? Үшіншіден, ұялу сезімін жеңу үшін кімге хабарласасыз? Ұялу сезіміңізбен қалай күресесіз? Сіздің ұялған кезіңіздің оқиғасын естуге лайық белгілі бір орта болады. Оны есту сіздің алдыңыздағы артықшылыққа ие адамдар болады. Өкінішке орай, ондай ұялған кезіңізді айтып бөлісетін ортаның болмауы да мүмкін. Мұндай жағдайда өзіңізге қарайласып, ұялу жайында біртіндеп айта алатын қауіпсіз ортаны іздеп, психолог табуға немесе топтық терапияға қосылуға болады. Өзімнің басымнан өткізгенімді қорытындыласам, менің басты мәселем ол басқалардың алдына шығу болды. Мен де мынау дұрыс емес, жеткілікті түрде жақсы сөйлей алмаймын, қате жасап қойдым, ешкімге қызықсыз болып қалса дегендей, мен өзімді солай жейтінмін. Маған не көмектесті? Біріншіден, менің ересек бөлігім маған қателік жасауға рұқсат берді. Мен өз-өзіме кідіріп қалуға, қателесуге және қайта бастауға рұқсат етемін. Мен барлық әлем және оның реакциясын өзгерте алатындай күшті емеспін. Мен өзіме осал болуға рұқсат етемін. Мен өзімді әрбір бірдеңе жасауға деген құлшынысым үшін мақтан етемін. Мінсіз емес, қандаймын, сондай болуға рұқсат етемін. Мен өзімді ойша құшақтап, барлығын дұрыс жасағаным үшін өзімді қолдап отырамын. Өзімнің парақшаларымда кейбір ережелер ойлап табуым мүмкін. Себебі ол менің парақшам. Егер де ол жерде жеке тұлғаға өтіп келіспеушілік болса, шара қолдана аламын. Бірақ бұл аса қажет болған жағдайда ғана. Осы видео көргендеріңізге рахмет. Егер де осы видео көңіліңізден шықса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше.